үшін жазбайды. Ол мінезден туады, ұлтының қажетіне дейді. Ұлт ұрпағын тәрбиелеудің адам жанына адамгершілік құндылықтарды дарытудың негізгі құралы болып табылатын қазақ әдебиетінің бүгінгі ағалар айтқан асыл сөз атты кездесу кешіне қош келдіңіздер. Армысыздар ағайын, қадірлі көрермен. Олай болса, қасиетті қаламын қару етіп те, жанына дәру етіп те, жұмсап келген біздің құрметті қонақтарымызбен, қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерімен таныс болайық. Жазушы кинодраматург, Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының профессоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Смағұл Елубай. Айтыс ақыны, сазгер, журналист Бекжан Әшірбаев. Қош келдіңіздер ағалар. Бүгінгі кездесуге сүбелі сөз естіп, есті әңгімелердің куәсі боламыз деген кездесу кешіміздің мақсаты қазақ ақын жазушыларының туындыларын насихаттау, көркем әдебиетке қызығушылығын арттыру, жүз кітап, жамандастар жырлары, ұлы ақындары жобаларын жүзеге асыру, жас ұрпақтың бойында адамгершілік рухани құндылықтарды дарыту, шығармашылыққа баулу, тіл байлығын арттырып, мәдени және эстетикалық тәрбие беру. Ақылмын деп қырға шықтым алшаңда, қуанушы ем құшаққа жел қол салды. Шырпыр болды қарлығаштар ақтамақ, қонар індет басына егер болсам ба. Сырлассам деп төбемдегі тырнамен, ғашық болып қалдым бекен жырға мен, судан бері таңдайыма жабысып, өлең болып келе жатсын нұрлы әлем. Ғалам жайлы ғажап сырлар шертеді, ертегіні тәуір көрем мендегі. Осы күні ойлап көрсем жасымда, шешем маған айтпап кеш ертегі. Балалық ай, жамау жасқау көрпелі, ақауы бар көңіленді дертелі. Айтпайын деп айтпады ма мұршасы, болмапты ғой айтар оның ертегі. Соғыстан соң жимаған кез жұрт есін, сәби көздің жасын өзің сүртесің, таңсәрде кететін ол шығарға әкеміздің киіп солдат күртесін. Шықпаған кез елдің әлі бүйірі, ең тәуір ас жүгерінің түйірі. Кешке келсе күтіп оны тұратын жанбаған от, сауылмаған сиыры. Парыз бейнет босатпайды арқаны, отын шауып, диірменін тартады. Су әкелу, тезектеру аз болса, мүгедек боп оралған жар бар тағы. Қалай бәрін үлгерттеген есепте, қалай ғана тесілмейді қос өкпе. Ертең боп ұйқыны бір қандыру, әзер жетіп жығылатын төсекке. Ертегіде жібердің деп есені, жазғыруға болмайды енді шешені. Апашымның азайғанда бейнеті, Алпамысылға ертек айту кешеді. Қартайдана көп арман бар ойымда, мазалайды ажал жайлы уайымда. Мен шешеме айтам енді ертегі, 100 жасайтын кейуаналар жайында.
еді мені осүйде әкемнен қалған шаңырақ қалмасын дедім қаңырап. Жамырап келіп жатса екен, ұлым мен қызым тұрғандап. Алтыннан ардақ босанам, айтармыз әлі қашап. Білдірмей алшы осүйде, жанымды бір жасаған. Өмірден ұзақ ештеңе болмас, өмірім ғана тең оған. Жылжиды жылдар оранып айды, қоштастық сөніп от бірде. Бақытым қандай болары жайлы, жаңама жылап кеттің бе? Жылытты жанды отың тоңғанда, батырдың енді бал мұңға. Кемпір қосақтан көпір салғанда, аспанға шығып алдың ба? Таңдарым қайда алтын арайлы, жанарда ойнар жас арман. Тауларға таулар жақындамайды, тағдыры солай қашалған. Бала кезім кеуде таудай еңселі. Әке сөзі алдағы күн өлшемі. Оқуына түскім келсе әртістің, ең алдымен жылау деген деушеді. Өмір ойын қазір біраз қолқашты. Бұрын ондай сәтсіз жүріс болмасты. Тек көктемді көріп тұрған көзімнен шығар алмай қиналғанмын сол жасты. Ғарыш керген емес тақты мысқыл кем. Бір керемет өлең жазу ішкі әлем. Телефоны тыңдалатын адамдай әдебиетте сөйлеу керек тұспалмен. Өнер деген өзен бойын жағаттай. Жүріп келем тап болады сабатқай. Том-том кітап қалмас менің артымда. Табақ-табақ тойға тартқан тамақтай. Сезім аса атанармыз жабайын. Қарай берсең жасартатын айна бар. Десек қазір безіп кетер бара еді. 18-де кездеспеген қыз ойлап, көңіліме алғаным бар көз байлап. Жапырақтың сарғайуын тоқтату, қылым үшін тақып боқтыр қайнап. Хей бауырым, әр күніге тәуледе, мініңді іздеп түсе берме әуеге. Меншігіне айналдырсаң барлығын, сіздің үйге симай қойды тәуледе. Үміт іздеген жеге келмес күбіріп, келудан да сәтті күнге сенелік. Мүмкін сізді өлім соғар жүректе, бағдар жанда қалды бөлелік. Барсам да өтіп кеткен жылдар қалам. Барсам да өтіп кеткен жылдар қалам. Мезгілдің сиқырына күндер балам. Біз сені баяғыдан танимыз деп береді күнде сәлем мұңдар маған. Біле тағдырым уақыттан өзалтып ба? Білемін құтқармасын ажалдыңда. Көк айна сен атқылы бар өмірім өтіпті қазағымның көз алдында. Жазарсың, жазбассыңдар құлыптасқа. Мендегі арман басқа, үміт басқа. Қазақтың құлағына құйып жүрмін, жүрсін Ерман, атымды ұмытпасқа. Мектебіміздің әдебиет сүйер оқушыларының шығармашылығына рахмет айта отырып, келесі кезекті ақын жазушыларымызға берейік. Шәкірттерге айтар шынайы тілектеріңіз, ақыл кеңестеріңіз болса, көрермендер тарапынан сұрақтар болса, ашық алаң жариялайық. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, оқушылар. Бүгін біздің ортамызда қазақтың ақын жазушыларын шақырған болатынбыз. Жүрсін ағамыз сіздерден үлкен кешірім сұрады, денсаулығына байланысты келе алмай қалды. Смағұл ағамыз қазір онлайн қосылу керек болатын, ол кісі қосыла алмай жатыр деді. Әйгерім қосылды ма ағай?
қосыла алмай жатыр әлі. Бекжан ағай қазір ортамызда, сұрақтарыңыз болса Бекжан ағайға қоя берсеңіздер болады. Қайырлы күн. Үлкен рахмет бүгін біздің мектепке келіп осы бізбен бірге уақыт өткізіп жатқаныңызға. Жапырақ таудың көркі, абырой ардың көркі деген сияқты халқымызда өте көп нақыл сөздер болады. Шәкірттерге, яғни осы бізге қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Рахмет. Бүгінгі мынау Назарбаев зияткерлік мектебінде осындай үлкен әдеби кеш болып жатқанына, оны ұйымдастырып отқан апайларыңызға, ағайларыңызға үлкен рахмет айтамын. Мынандай жағдайда өз қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстанда көп нәрсе өзгеріп кетті ғой. Қытай халқында бір мынандай қанат сөз бар екен да, өтпелі кезеңде өмір сүру қиын дейді. Бұрынғы шындықтардың барлығы өтірікке айналды. Жаңа өтіріктер дейді, әлі шындыққа айналып көрген жоқ. Біз осындай бір жағдайда өмір сүріп жатқан сияқтымыз. Өткенде әлеуметтік желіде мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Серік Ақсұңқар ағамыз бір керемет пост жазды. Сол посттың мен мәнін терең түсіндім да, мынау өзі аристофобия деген дерт бар да. Аристофобия дегеніміз мына аристократия, ақсүйектер ғой, ақсүйектерден қорқу деген фобияда. Бізде қаңтар оқиғасы не ойлаймын, осындай бір үрдісті қалыптастырған сияқты. Біз өзіміздің рухани, мәдени, тарихи ақсүйектеріміздің үстіне келді келмеді бір жұғынды төгуге әуестеніп бара жатырмыз. Осы дерттен жастарды сақтандырғым келеді да, біздің өзіміздің қадір тұтатын адамдар бар ғой. Біздің өзіміздің тарихи тұлғалар бар ғой. Олардың барлығын мансұқтай берсек, өткенде жаңағы тұңғыш ғарышкеріміз былай деп айтты деп, оның үстінен дұңғаның геройлар сөз айта берсе, тағы біреулердің үстінен жаңағы лағнет сөздер айта берсе, біз болуды қаламыз. Мен жалпы мына нәрсені айтқым келеді. Назарбаев зияткерлік мектебі бұл интеллектуалды сүзіктен өткен мықты топ қоймайды. Мынау қазіргі ұлттық ғылым академиясының президенті болып отырған Мұрат Жұрынов ағамыз бір кезде білім ғылым министрі болды ғой. Сол Америкаға 90-шы жылдары барған сапарында Американың журналист сұрапты Қазақстанның білім ғылым министріне: Қазақстанда халықтың қанша пайыз сауатты? Жұрынов айтыпты, Қазақстанда халықтың 100% сауатты. Американың журналист таңғалып дейді да, Қазақстан десе бір көшпелі, көшіп қонып жүрген бір борақтың елі сияқты естиді ғой. Қалай 100% сауатты? Америкада 350 миллион халық бар, соның ресми статистика бойынша 8% сауатсыз. Демократияның сақшысы болып отқан. 8% дегеніміз математиктер есеп шығардыңыздар, 350 мыңның 8% деген бір 30 миллион халық қой. Қазақстанның 1,5 есе халқы әріптанмайды деген сөз ғой. Сонда Мұрат Жұрынов ағамыз айтады, біздің конституциямыздың 30-шы бабында орта және жоғары білім тегін деген бап бар. Бала 6-7 жасқа келгенде орта білім алады. Ол кәмелет жасқа толып, қолына куәлік алғаннан кейін ол жоғары білім алады. Мысалы, былтыр мемлекет тарапынан 56 мың грант бөлінді мемлекетте. Ол мемлекеттің жасап отырған қамқорлығы ғой. Яғни бізде мына мерекелердің ішінде мысалы біреулер Валентин күні дейді, біреу анау күні дейді, бізге өзіміздің мына конституцияның нығметтерін, игіліктерін сезіну керек та. Біздің осы интеллектуалды мектепте оқып жатқанымыз, ертең жоғары оқу орындарында оқитынымыз, бұл біздің конституцияның кепілі. Яғни біздегі ұлық мерекелердің бірі конституция болу керек та. Мысалы, яғни қазақты жалпы интеллектуалды ұлт санатына жатқызу керек. Мен мысалы өзім Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде дәріс беремін жоқшылдан бері. Сол мысалы КУЭС деген анау жоғары оқу орындарының рейтингі бар ғой, сол жерде 165-ші орында. Ол Қазақстанда және мұсылман елдерінің ішінде бірінші көрсеткіш. Мысалы да, ол сондықтан қазіргі жастарға айтарым, мына аристофобия дертінен арылып, одан кейін бізде де өзімізде мектеп бар.
Алайда бізге мынаны үйретті де, біз шәкірт ұлтпыз, біз үйренуші ұлтпыз деген комплекстен шығу керек та бізге. Біз кешегі посткеңестік елдегі республикамыз ғой, бізде білім мен ғылымда болды, бізде үздік химиктер болды, биологтар болды. Мысалы, қазірдің биология факультеті 34-ші жылы ашылды. Оның қаншама мектебі болды. Яғни, бұл журналистика саласы болсын, филология саласы болсын, сондықтан жаңағы біздің өзімізде мектебіміз бар екен, біздің өзіміздің қадір тұтатын тарихи тұлғаларымыз бар екен, ұмытпау керек та. Кейін барып жаңағы сөзімнің соңында мынаны айтқым келеді. Мысалы, бүгін әдеби кешке келіп отырсыздар ғой. Мынау біздің 30 жылғы тарихымыз мынандай нәрсені көрсетті. Біз мысалы экономикамызды салықтыру үшін сыртта маман шақыруға болады. Мысалы бір инновацияны ендіру үшін сырттан білікті маман шақыруға болады екен да. Бірақ сіз өзіңіздің руханиятыңызды дамытып беруге сырттан біреуді арендовать ете алмайсыз. Сырттан Түркияда мысалы Арқам Памукты айтып, бізге бір роман жазып берші деп айтпайсыз ғой. Болмаса орыстың кеше Евтушенкосына бізге бір поэма жазып бер деп айта алмайсыз. Оны өзіңнің қайраткерлерің жасайды екен да, өзіңнің шығармашылық тұлғаларың. Сондықтан мынау осындай әдебиетте, өнерде жүрген біз сияқты, үлкендер сияқты, Смағұл Елубай сияқты ағаларымызды шақырып, солардың тәлімін, ақылын тыңдап қалайық деп отқан сіздердің жаңағы бүгінгі бастамаларыңызға қуанып отырмын. Рахмет. Тұспалдап сөйлеп әдебиетте үйрену керек деп, енді қазіргі мына қоғамға қарасақ, тұспалды сөздің астарын түсінетіндер азайып, бәрі тура мағынасында түсініп кетті ғой. Егер осы тенденция жалғаса берсе, соған сәйкес әдебиетте өзгеріп кетуі мүмкін бе? Бұрынғы тұспал сөздің астары, жаңағы дегендердің бәрі, сөзге тоқтау дегеннің бәрі жойылып кететін болса. Екінші сұрақ, Абайдың қара сөздерінде оқып отырсаңыз, ылғи ойлаймын, осыны басқа тілге аударған кезде басқалар басқаша қазақты бірін-бірі көре алмаған, бірін-бірі құлақпаған бір деп түсініп, қазақтың имиджін, несін беделін түсіріп жібермей ме, не аудармау керек, немесе контекстін жеткізіп аудару керек. Енді аудармаларын көрген жоқ, сол жағына хабарыңыз бар ма, не аударылса сол жағы бізге кері қате түсінікпен аударылып кетіп, аудармашы бір ағылшын оқып отырса, соны қате түсінік қалмай ма деген сұрақ қой, сол ойдан кейде келіп тұрады да. Рахмет. Жалпы бірінші спортқа қатысты әдебиет деген жалпы, мен мысалы өзім мамандығым журналист болғанмен өзімнің мына жаңа көркем әдебиет саласында жүрмін ғой, жазушылар одағының мүшесімін. Мына әдебиет пен журналистиканың арасындағы айырмашылық не деп айтсаңыз да, журналистика бұл факт да, дерек дәйек. Әдебиет бұл образ ғой, образбен ұрады. Мысалы журналистика факультетінің студенті тұрып, қасындағы курстасына айтуы мүмкін да, қалтыңда ақшаң бар ма, асханадан тамақ ішпей дейді да. Филфактың студенттері бүйтіп айтады, ол айтады, қалтамда ақшам бар дейді да журналист. Филолог айтуы мүмкін, мен қалтамды төгіп тесіктім. Не туралы айтып отқанын түсінбейсің да, ол ана ақша жоқ дегенді образбен жеткізеді да. Мысалы, жаңағы біз мұржасы жоқ үйлердің мырзаларымыз ғой дейді. Не туралы айтып жатқанын түсінбейсің да, көп қабатты үйлерде мұржа жоқ қой. Жаңағы сондықтан көп қабатты үйде тұрамын дегенде мұржасы жоқ үйлердің мырзаларымыз дейді. Яғни әдебиетші адам ол образбен міндетті түрде. Мынау мысалы сөз бостандығы дейміз, қазақтығы дейміз. Мысалы абсолютті сөз бостандығы әлемнің кез келген медиасында 100% бар деп айта алмаймын. Мысалы кешегі Америкадағы Семағайдың еліндегі президент сайлауы және өзінің президенттік өкілеттігі аяқталуына 2 айға бар, бірақ Дональд Трамптың бүкіл Телеграмдағы, Гуглдағы жазбаларын бұғаттап тастады ғой. Яғни демократияның сақшысы болып отқан Америкада осындай қадамға барып отыр. Сен мықты болсаң, сен сол айтатын ойыңды образға орап жеткізді, аллегориялық, ишара жанрда ол. Ол жаңағы ресми цензураның қырағы көздерінен бүйтіп
байқатпайтын тіркестермен ұра жібереді. Мысалы мен сіздерге айтайын, осы Жүрсін ағам ұйымдастырған 98 жылы 8 серінің супер додасы болды республика сарайында. Хабар арнасы түсіріп отыр бүкіл қазаққа. Сонда мен мынандай бір өлең айттым да, октябрь аттар орнына ақбабұлақтар келді ғой, пионерлер орнына зиянерлер келді ғой, комсомолдар орнына нансоғырлар келді ғой, коммунистер орнына коррупистер келді ғой. Тәуелсіздік алғанымызға 7 жыл болғанда хабарды соны таспаға түсіріп отқан ресми телеарна, бірақ сол өлең эфирден өтті да, ол бір жаңағы неге өтті десең, анау образға оралған сөз да, ол жалаңшылдық емес. Сенің мықтылығың сол жерде, сен жаңағы тұспалда ишарамен жаңағы жалаңшылдықпен өткізсең. Мысалы, мынандай бір жағдайды айтуға болады. Кеңес одағының тұсында жазушылардың беделі сұмдық болды. Мысалы, Шыңғыс Айтматов, адамзаттың Айтматовы, соның анау ғасырдан да ұзақпын деген шығармасындағы ана Найман ананың оқиғасын алыңызшы. Жоңғарға тұтқынға түсіп қалған адамға анау басына шәрі салып, шіре салып, анау ыстық күнге қояды да, анау тықырлаған бастағы ана түйенің терісіне тірелген шашы қайтадан миына қарай өседі екен да, адам мәңгүрт болады екен. Яғни өзінің тегін, ата бабасын, әке шешесін ұмытып қалады екен да, ол қазіргінің тілімен роботта кемір. Соны бірақ Айтматов сол Совет одағының дәуірінде айтты ғой. Сол цензурадан өтті ғой. Яғни ол кезде әдебиетшілердің беделінің күшті болатыны сол да, ол баспасөзде айтылмайтын шындықты әдебиетте айтылды адамдар. Өлеңді айтылды. Мысалы, Мұхтар Шахановтың 12-ден 3 болсаң не болады деген поэмасы бар ғой. 12-ден 3 болсаң не болады? Сонда таң қалады да. 12-ден 3 болса не болады? Бетім арифметикалық тұрғыдан ойласаңыз 9 болады ғой, математикалық. Бірақ ол поэманы оқып отырсаңыз 12 деген 12 ай, 12 айдың ішінде көктем 3 ай. Адамның өмірінен көктем жастық шағын алып тастасаңыз, сіздің өміріңізде мән қалмайды деген нәрсені 80-ші жылдар айтып отыр. Сол кезде мысалы бірінші секретар болып Брежневтер отырды, Андроповтар отырды, Черненколар отырды, Устиновтар отырды, билікте бір үлкен ескі гвардия отырды ғой. Сол проблема, жастардың билікке келмеуінің проблемасын жеткізіп отқан Шахановта, бірақ оны жалаң айтып отқан жоқ қой. Ол образбен сол сынын өткізіп жіберді да, сол 80 мың, 100 мың тиражбен сол кітаптар тарады. Сондықтан ана телефоны тыңдалатын адамдай әдебиетте сөйлеу керек тұспалмен деген сіз мықты болсаңыз, сол өзіңіздің шындығыңызды ресми цензурада байқамайтындай қылып жүрсеңіз. Сол кезде сіз өзіңіздің жаңағы әдебиеттегі миссияңызды орындайсыз деп ойлаймын. Екінші мәселе Абайға қатысты. Абай қазақтың расында рентгені сияқты ғой. Абайда. Біз енді мынау бұрынғы кеңестік дәуірде бізде революцияға дейінгі әдебиетте рұқсат етілген бір әдеби тұлға болды да, ол Абай. Біз көп жағдайда Абайдың бойынан содан кейін басқа оның айналасындағы Ренессанс дәуірінің басында тұрған Алаш қайраткерлерін айтқызбайды, оның ар жағындағы Доспанбектерді айтқызбайды. Бізде рұқсат етілген бір тұлға бар да, Абай. Біз сол Абайдың бойынан барлығын көргіміз келді. Кей жағдайда соны химик, физик қылып жіберетін де тұстар бар. Бірақ ол Абай философ, ақын ғой расында. Бірақ енді мынау Абай туралы қазақтың бас ақыны деген мақала жазған Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынов сондай мақаласы бар. Сол кезде Абайды тұңғыш рет Ахмет сынайды. Айтады, мына техникалық тұрғыдан буын мен бунақты ауыстырып жіберетін тұстары бар. Себебі жазба поэзиясының басында тұрды ғой. Мысалы, өлең сөзінің патшасы, сөз сорасы қиыннан қиыстырар ерданасы деген өлеңін айтады да, осы өлеңде бунақ ауысып кеткен. Оның бунақ ауысып кеткенін қайтып тексеруге болады. Оны сіз белгілі бір мақамға салып айтып көрсеңіз дейді, сол өлеңге тіліңіз тіреліп қалады. Бунақ ауысып кеткен өлең сөзінің патшасы, сөз сорасы қиыстырар қиыннан ерданасы болып керек қой. Бунағы дұрыс болса, ол өлең сөздің патшасы,
сөз сырасы қиыстырар қиыннан деп екінші қатардағы бунақты ауыстырып жібереді да. Бірақ ол кездегі жазба поэзияның басында тұрған, шабыттың басында тұрған адамға жаңағы кешірімді қателікті. Бірақ енді біз абай дегенде, абайды расында, мысалы бізде соны қазақ ұлтын мұқатуға да пайдаланған фактілер болды. 90-шы жылдары Қарабан газетінде орыс тілінде мынандай аудармалар шықты жаңағы. Қайран елім қазағым, ана құштарасыз аузыңа тұста мұртың деген жолдарын контекстен алып алады да, міне сендердің мақтан тұтқан абайларың сендер туралы ұстап айтады ғой, сендер ұстарасыз ана тұста мұртың деп абай айтып тұр ғой. Ал ол контекстінде не айтып тұр абай? Яғни ол сені жаңағы сенің өзіңді мұқату үшін, сенің өзіңнің авторитеттеріңді сондай теріс мақсатқа пайдаланатын жағдайлар болған. Абай деген ол 175 жылдығы өтті абайдың. Абай ол қазақтың жаңағы ағартушылық, жазба әдебиетінің басында тұрған ұлы тұлға. Ол абайды, абай қылған әуез, менің Қанбек Сарбаев деген ақын ағам болған, мен де абай болар ем, ол түк емес, әуезов дүмегерде болса менің дейді да. Былай қарасаң, жаңағы анадамды түсінесің да, анау абайды танып, абайдың әдеби агенті болғанда әуезов. Осы абайды Тастықұрға орнатып қойған әуезовтың шығармасы деп ойлаймын да. Ол абай тану бізде әлі тоқтаған жоқ, ол енді басталып жатыр. Ол абайды қатар айтқан кезде, мысалы, Жамбылды айтамыз да біз. Мен осы Жамбылды бір зерттеген адаммын. Мен мынандай бір ұлттық кітапханада мынандай бір қызық фактіге тап болдым да. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары Жамбылдан бұрын Совет одағына танылған Майымбет деген ақын болған. Даңқы, дәрежесі бүкіл одақтық Огонек сияқты республика, бүкіл одақтық әдеби журналдарға орыс тілінде өлеңдер шыққан. Павел Кузнецов сияқты орыстың аудармашылары аударған. Сондағы өлеңдерінің мазмұны былайда социалистік жүйені ұлықтау, халық жауларын әшкерелеу, Сталиннің ұлылығын айту ғой. Сөйтіп 36-шы жылы қазақ әдебиеті мен өнерінің Москвадағы 10 күндігі болады ғой. Сол кезде Майымбетті іздейді ғой, Майымбетті алып барайық Москваға, Күләш Байсейітов алады. Сөйтсе, Майымбет деген ақынды таппайды ғой, жоқ. Өлеңі бар да ақынның, өзі жоқ. Орысша өлеңі бар, қазақша өлеңі жоқ. Сөйтсе анау қолдан жасалған тұлғада, ана сол кездегі социалистік жүйені насихаттау үшін Майымбет сияқты қарт жырау керек болды да, міне осының өзі социалистік жүйені ұлықтап жатыр. Осының өзі кешегі алашордашы халық жауларын, Әлихандарды айыптап жатыр дейді. Содан кейін бірақ абай сияқты, кім сияқты адам тауып керек болады ғой. Майымбет сияқты. Сөйтіп іздеп тапқаны Жамбыл болады. Жамбыл мына Ұзынағашта. Жамбылда аппаратта Москваға 10 күнді. Жамбылдың бүкіл жаңағы тұлғасы қалай өрлейді. Бірақ Жамбылдың да өзі жазбаған өлеңдері бар. Кәдімгі Жамбылдың атынан жазылған өлеңдерді, ол ана халық жауларын айыптау, алашордашыларды айыптау, ана Ильяс кімдерді айыптау, 36-шы жыл өлеңдері бар сондай. Оның кім айтты? Жамбыл айтты, авторитет айтты да. Біз авторитетті мойындайтын халықпыз ғой. Ана Аристотельдің 8 аяғы деген ұғым бар ғой. Аристотель энциклопедист ғалымдар болған ғой бұларындар. Аристотель біздің эрамызға дейінгі 3-4 ғасырда өмір сүрген ба? Аристотель шығында 8 аяқ болады депті ғой. Сөйтіп 20 ғасыр адамдар шығында 8 аяқ болады деген кезде өздерінің сияқты 20 ғасырдың басында бір биолог ана шығын ұстап алып проверкада көреді ғой. Сөйтсе шығында 6 аяқ болады екен ғой. Соны 20 ғасыр ешкім тексермеген ме? Себебі оны кім айтты? Аристотель деген авторитет айтты. Біз сол авторитетті мойындайтын халықпыз ғой. Сөйтіп жаңағы Жамбыл сияқты ұлы тұлғалардың аузымен сондай ұлы тұлғаларды айыптау басталды деп ойлаймын да. Бірақ біз шын Жамбылды тану үшін оның жаңағы айтыстарынан, оның анау Құлманбеттегі айтыстарынан,
айкүміспен айтыстарынан, кезектөрегі айтқандарынан оның шын тұлғасын тану керек. Оның қазір соцреализммен жасалған тұлғасы ол өз заманында қалды. Енді ол шынайы жамбылды танудың процесі де енді басталады деп ойлаймын. Қайырлы күн, сізге келесі қалатын сұрақ. Авторлық жолға келгеніңізге не әсер еткен еді? Авторлық жолға келгеніңізге не әсер еткен еді? Ғылымның әлі құпия жетпегенде кім ақын болады, кім әнші болады, кім биші болады. Қадыр Мырзалиев өзінің жазмыш кітабында осыны айтады. Неге біреу суретші болады? Неге біреу мысалы әнші болады, біреу Димаш Құдайбергенов болады? Оған Құдай сондай дарынды берді ғой. Әлі ғылым оны зерттеген жоқ. Неге мынаған дауыс берді ерекше? Алтыншы ақтап арналатын дауыс неге бар дейміз? Неге менде ол жоқ? Мысалы біреу неге Пикассо болылады, мен нағып қарапайым қуыршақтың суретін сала алмаймын. Ол осы сияқты ақын болу да ол Алладан деп ойлаймын да. Анау Париждегі Сорбонна университетінің маңдайшасына былай деп жазып қойыпты. Егер Құдай сізге түк бермесе, оны сізге Сорбонна университеті деп береді. Осы нәрсе мойындау керек та. Ол дарын деген ол мен ойлаймын, ол ақындық болсын, бишілік, күйшілік болсын, жалпы суретшілік болсын, ол Құдайдан берілетін қабілет. Оны мүмкін бір адам ертең бір ғалым оны бір лабораторияда оның құпиясын ашар. Математик болуда. Пушкин айтады ғой, математик геометрияға да шабыт керек. Рас қой. Бірақ енді шабыт туралы түсінікте бөлек те, мысалы Лермонтов айтады, шабыт дегеніміз ауру адамның сандырағы дейді. Бірақ бағым Пушкин айтады, шабыт геометрияға да шабыт. Бұл енді әр адамның өзінің түсіну деңгейі. Мысалы Лев Толстой. Лев Толстойда өзінің қызметшілеріне былай деп айтыпты: сен екеуің менің құдыққа тұншықтырыңдар депті. Түсінбейді ғой, бірақ дворян бұйрық беріп отқаннан кейін екі аяғын төмен қаратып құдыққа тұншықтырады ғой. Біраз тұрып демі жетпей қалған кезде құдықтан шығарып алады дейді Толстойда. Сөйтсе Толстойға бұл не үшін келеді? Толстой бір шығармасында суға тұншығып жатқан адамның образын ашу керек болғанда, Толстойға соны сезіну керек болғанда, суға тұншыққан адам ол қандай күй кешеді? Сондықтан анау өзінің қызметкеріне сонда бұйрық берген. Ол оны бүйтіп кітаптан оқып алып әсірелеп жаза алмайды. Яғни адамға шығармашылық хал әртүрлі келеді деп ойлаймын. Лев Толстойда ол мынау кімнің Максим Горкийдің бір айтқан сөзі бар, сол Лев Толстой туралы. Мен соған жаза боламын да. Адамзат баласының Лев Толстой бола алғанын көріп дейді, өзіңнің адам екеніңе мақтанасың. Қандай керемет айтылған сөз, Сол Лев Толстой екінші рет Нобель сыйлығына ұсынылған кезде өзі бастапқан екен. Лев Толстой деген ат Нобельдің көлеңкесінде қалып қоя ма деп қорқады. Динамитті ойлап тапқан бір Лев Нобельдің атындағы сыйлық не керегі бар маған деген Лев Толстой. 400-ден астам шығарманың авторы, 90 романның авторы ғой Лев Толстой. Яғни жаңағы ол да өзінің баға бәсін берген. Осылай, енді бағандегі ол өнерге келу деген қалай білсем болады. Енді баяғыда бізге Фариза Оңғарсынова апамыз кездесуге келгенде айтты, өлеңді қалай жазасың деп бір оқырман айтты. Мен түйінмен келе жатып құлақ қалдымда өлең жазсын деп айта алмаймын дейді. Ол өсін емес. Келетін нәрсе ғой дейді да, ол біреу дарын, біреуге әншілік келеді, біреуге дарын келеді. Дұрыс па? Бірақ осы жерде не бақылы Жүрсін ағамның айтысынан бастадым деп тұрмын ғой поэзия. Қазірде көп адамдар айтыс ақыны деп қарайды да, ол менің поэзияның қалыптасуына көп. Жалпы менің айтыс сахнасына шықпағаныма 20 жылдай болды. Мен жазба поэзияда жүрдім да, бірақ қазақта бір сөз бар ғой, кемпірдің қыз аты қалмайды деген. Содан жаңағы айтыс ақыны деп таниды да жұрттың бәрі. Сол осы жерде бір мысалды айтқым келеді да, біз қазір бағандегі
сөзіміздің басында аристофобия дегенді айтып қоймайды. 89 жылы Союздың кезінде айтысқа шықтым да, мектептің оқушысымын. Айтысасың ба деді, айтысам деді. Сөйтіп, бірінші қыркүйек басталған кезде мектептің директоры шақырып жатыр деді. Ол кезде мектептің директорының алдына кіру, министрдің алдына кіру сияқты нәрсе ғой мектептің оқушысына. Сөйтті де мына мектептің бүкіл тарихи жетістігі деп бір папка берді қолыма. 9 класстың баласы алып кетті мына, үйге барып оқыды. 3 күннен кейін колхоздың ба, совхоздың ба директоры конторға шақырып жатыр дейді. Бүкіл колхоздың жетістіктері туралы парткомның қасына алып алғанда, бізде мынанша мақта теріледі, мынанша сүт сауамыз, мынандай көкөніс деп 3 папка берді. Мынаны өлеңге айландырды. Ойланып қалды. Содан 3-4 күннен кейін ауданның идеология жөніндегі хатшысы, аудан әкімінің орынбасары болды қазір. Сол шақырып жатыр деп, қасында жаңағы бүкіл басқарма басшылары бар, 9 класстың баласы. Сен біздің ауданның атынан республикалық айтысқа шығайын деп жатыр екенсің, мына біздің ауданның жетістіктері. Бізде мынанша Совет одағының батыры шыққан, мынанша еңбек ері шыққан, мынанша үздіктер шыққан, мынандай ғылымда жетістіктеріміз бар, социалистік табыста мынандай жетістіктеріміз бар деп 4-5 папка берді ғой қолыма. Соны үйге барсам бір 10 шақты папка тұрды. Ананың барлығын өлеңге айландырса, менікі бір бухгалтердің есебі сияқты деді. Мынанша мақта, мынанша сүт, мынанша бидай өндірдік деген нәрсе. Бірақ мен осы жерде бірдеңені айтқым келеді, сол кезде халықтың алдына шығудың соншалықты жауапкершілігі. Сен елдің алдына шығып, сол ауданның намысын қорғауға бара жатсың ба республикаға, саған мектептің, колхоздың, ауданның көлемінде мән беріп отыр да, саған идеологияға жауапты адамдарды жаңағы тартып, сол мағлұматтарды, ол әрине маған өз дәрежесінде пайдасын тигізді. Қазір өкінішке орай осы ішкі сүзгіні жоғалтып алған сияқтымыз. Қазір ләйлім ләкатым насуайларына бір атым деп өлең шығарсаң сахнаға шыға беретін болды. Сондықтан осы баяғы кеңестік дәуірде бар мынау жаңағы идеологиялық майдандағы жауапкершілік бізге қайтып келу керек деп ойлаймын. Яғни сіз сөз айттыңыз ба, мына 30 тістен шыққан сөз елде тарайды дейді ғой. Мынау 30 тістен шықпай тұрғанда сол сөзге сен қожайынсың да, ол сөз 30 тістіңнен сыртқары шығып кеткеннен кейін сол сөз саған қожайын болады. Аналай келеді осылай. Дұрыстар, сен сол сөзіңнің құлы боласың. Сондықтан мынау адам бірдеңені сөйлегенде, айтқанда, мына ішкі цензура, ішкі сүзгі мықты болу керек деп ойлаймын. Сол кезде біздің қоғамда да дағдарыс болмайды. Біздің қазіргі жаңағы осында алақұлалық болмайды. Өткенде мен дәріс беруге қоғамдық көлікпен келе жатсам, қоғамдық көліктің анау амортизаторы бұзылды да, сәл тақылдап келе жатыр да. Бір көліктегі жігіт айтады, мұны бұзылып келе жатыр. Назарбаев не қарап отыр деді ғой. Мен түсінбеймін, ол трамвай депосының, несінің мамандарының кішілігі шығар. Оған ананың бір бұрандасын керін бұралғанын ол мемлекеттің бірінші басшысының қаншалықты жауапкершілігі. Яғни бізде осылай өзімізге, ішімізге цензура қоюда қалып бара жатырмыз. Маған деді аристофобия. Біз жаңағы бұл әрине қазіргі жаңа медианың, азаматтық журнализм дәуірінің салқынында. Өткенде менің әріптесім, жаңағы замандасым Айдос Сарымның айтқаны бар, сол дұрыс қой. Мысалы, көлік ойлап табылған кезде, оның жолда жүру ережелері ойлап табылған жоқ қой. Ол уақыт өте келе, ол 10 жыл сайын сіз жолда жүру куәлігіңізді де жаңартып отырасыз, ережелер жаңарады. Сол сияқты қазіргі жаңа медиа 4-ші өндірістік төңкеріс дәуірі ма қазір? Мультимедианың заманы, соған сай оның заңдары да болды. Кеше мысалы көрдіңіздер кибербуллинг туралы заң қабылданды. Ол енді заманның талабы ғой, ол Қазақстан ойлап тапқан заң емес, ол әлемдік тәжірибе.
осылай деп ойлаймын да, ол жаңа медиаға байланысты соған сай заңдар да болады. Біз қазір нарықтық қатынастарға келдік та, бізде қаламыз қалайық қаламайық, бізде құқықтық сауат болу керек, экономикалық сауат болу керек. Сондықтан жаңағы қазіргі заман интеллектуалдардың заманы, қазіргі заман білімдердің заманы деп ойлаймын. Сәлеметсіз бе? Сіздің шығармашылық жолыңызда қандай жаңалықтар бар, және де жинақ шығару сіздің болашақ жоспарыңызда бар ма? Рахмет. Қазір денсаулығына байланысты келмей қалды деген Жүрсін ағамның айтқыштығы бар еді, осы кісі айтады, Тұманбай ағам туралы айтушы еді. Ол Союздың кезінде кітаптар көп шықты ғой. Қазақстанда екінші шықпай қалған жылдар болған шығар, бірақ Тұманбайдың кітабы шықпай қалған жылдар болған жоқ дейді. Әрине ол кезде қаламақы, гонорардың заманы ғой. Бірақ енді қазірде бізде руханиятқа үлкен көңіл бөлініп жатыр министрлік тарапынан. Былтыр мысалы Бақытжан Сағынтаевтың тұсында 130 қаламгердің осы қаланың бюджетіне прозалық, поэзиялық, драмалық кітаптар шықты. Соны биылғы Ерболат Досаев та сол 130-дың көлеміндегі жаңағы ақын жазушының кітабын шығарып беріп жатыр. Тиесілі қаламақысымен, министерстводан мысалы қаламақы саясаты да бар. Сондықтан қазір әдебиетпен, өнермен, руханиятпен айналсам деген адамға мемлекеттің саясаты орынды. Медиеті осы бағандегі 130-дың тізімінде бар ма? Құда қаласа осы маусым айында поэзиялық жаңа жинағын шығарды. Бұны айтқым келіп отырғаны қазір бізде мемлекеттің жаңағы әдебиетке, өнерге деген саясаты дұрыс та. Жалпы, мысалы, Түркияда Ахол Памuk бар, менің атым Қырмызы деген кітап арқылы Нобель сыйлығын алды, түркі жазушылардың ішінде тұңғыш. Бірақ ол мемлекеттің жобасы ғой. Жапонияда мысалы, Жапонияның жазушыларын мемлекет әр 10 жыл сайын әлемге бір бренд шығарады. Ол мемлекет солай болу керек та. Қазақстанда да әдебиеттің бір тұлғасын шығару керек. Өзбекстанда шығару керек. Оны жеке адамның, ойлаймын, жеке адамның оған күш қайраты жете бермеуі мүмкін. Сондықтан ол адамның әлемдік тұлға болуына жаңағы мемлекеттің әдебиетке, руханиятқа, баспасөзге деген жаңағы саясатына ықпалы болу керек. Осыдан бір 10 жылдай бұрын Қазақ әдебиеті газетінде мен бас редактордың орынбасары болып тұрған кезде Сәтімжан Самбаев деген ағамыздан сұхбат алдым. Ол кісі кім дейсіз ғой? Әлемдегі 300 жазушының қатарына кірген жалғыз қазақ. Оның ішінде Ғабит Мүсірепов жоқ, оның ішінде Мұхтар Әуезов жоқ ол ішінде. Бірақ Сәтімжан Самбаев бар. Мына әдебиетте мынандай түсінік бар ғой, шығарманың жартысын оқырман жазады. Сен бір шығарма жаздың да, бірақ оқырман оның артындағы екінші, үшінші нәрселерді тауып алады ғой. Сәтімжан Самбаев ағамды сұхбат алғанда былай да, ол кісінің мамандығы әдебиетші емес, инженер ғой. Мына Балқашта цехта жұмыс істеген. Мына әдебиет не үшін керек технологияға дегенді айтып отырмын. Сонда ана мүмкіндігі шектеулі жандардың бір цехы болу керек, лампы жасайды, қасық жасайды, көмір жасайды. Сол жерде жаңағы ана кісілерге қарап отырдым да ойлаймын. Алла тағала маған 12 мүшелден сауық берді ғой. Көзім көреді, қолым істейді, аяғым істейді. Мен нағыз осы Алланың берген нығметін пайдаланбасқа деп сөйтіп маған поэзияға, прозаға, кітапқа деген ынтамауын алды да сол жылдардан бастап оқи бастадым. Оқи бердім кітапты, оқи бердім. Сол адам кітапты оқи бергеннен кейін бірдеңе шығады ғой өзі. Содан бір іс сапармен сол кездегі Ленинградқа кеттім дейді, қазіргі Санкт-Петербургқа, бір бөлшектер Ақтөбеге. Сол жақта автомобиль апатына түстім де, сол жақта травматологияда жаттым дейді, 7-8 ай аяғым содан бізге. Содан тұңғыш рет ауруханада жатқан адамдар не болады? Ол жаңағы бұрында жазып жүрген повесть жазады ғой, Белла Аравана, Ағаруана. Зоологиялық тақырып, Мұхтар Әуезовтің Көксерегі сияқты. Сонда ғана
Жантөрин ойнаған қазақ фильмінің киносы бар ғой, Ағару ана. Сол повестің желісінде жүзілген жаңағы соғыстан кейін бір ботаны алып келеді ауылына. Ол бота ол ауылда жерсінбейді да, қайтқан өзінің ауылына кетіп қала береді. Осы ғой оқыған желісі. Сол ана орысша жазады, соны жаңағы Москваның бір журналдарына шығады анау. Содан оны Германияның сол кезде ГДР-дің бір әдеби критигі ана туралы сын жазады. Мына Сәтінжан Санбаев мынау повесть арқылы дейді. Ол ұсақ ұлттардың проблемасын айтып отыр. Екі Кореяның бөлінгенін, екі немістің бөлінгенін айтып отыр. Мына Совет одағындағы мынау сол кездегі тәуелсіздікті аңсап отырған мемлекеттердің проблемасын жеткізіп отыр деп айтады ғой. Содан кейін ол әлемнің бір 40-50 тіліне аударылып капиталистік елдерді. Ол жаңағы әлемдік тұлғаға айналады. Содан мен Сәбит жаңағыдан сұрадым, сонда сіз Аруана повестін жазғанда осындай ойда болдыңыз ба? Жоқ. Мен Санкт-Петербургте тұрып, туған жерімді аңсағаннан соны бота арқылы өзімнің сағынышымды ғана жеткізгенім ғой дейді. Бірақ ана әдеби критик одан саяси астар іздеді да, содан ол тираждеп етілген көп тиражды кітапқа айналды да әлемдік тұлғаға айналды. Мына әдебиетте бағандағы шығарманың жартысын оқырман жазады деген осы. Сондықтан бір кітап жазасыз, одан әр оқырман әртүрлі нәрсе көреді. Сондықтан шығармашылық деген осында жаңағы көп құрлы дүние деп отырмын. Сәлеметсіз бе? Мен ақындар және жазушылар үшін шабыт деген ол бір мезетте келіп және бір мезетте жоқ болып кететін нәрсе шығар. Ал сіз үшін шабыт және шабыт алу деген не? Мен заң газетінде бас редактор болдым, жоғары сотын. Сол кезде менде орыс тілді бір фотограф келіншек болатын. Шұбат жоқ дейді. Не? Шабыт жоқ деген екен ғой. Шабыт жоқ деген бір шұбат жоқ дейді. Шабыт деген ол, мына Некрасовтың айтатыны бар ғой, 1% қалады, 99% еңбек. Сондықтан ол шабыт қай кезде болады? Шабыт адамда тынымсыз еңбек болғанда болады. Мысалы, сіздердің көбіңіз биологияға жақынсыздар ғой, бір биологтың айтқанын оқымайды. Мысалы, бал арасы 1 кило бал жинау үшін орта есеппен 80 мың теңге қону керек дейді. 1 кило бал жинау. Яғни шығармашылық дегенде, творчество дегенде осылай деп ойлаймын. Ол жаңағы бір туынды жазу үшін де ол бір күнмен шектелмейді ғой. Сократтың айтатыны осы жасқа дейін, осы жасқа келіп бір білгенін өзімнің түк білмейтінім деп. Адам руханияттың адамы руханиятқа ашқарақ болады ғой. Ол тоймайды да ол қанағат болған кезде, тоқмейілсіз болған кезде, мен болдым, толдым деген кезде ол шығармашылық процесс тоқтайды деп ойлаймын. Сондықтан шабыт деген дүние ол адамның тынымсыз еңбегі ғой. Сондықтан ол әдебиет деген, өнер деген ол қасиетті нәрсе. Мына орыстың бір жазушысының айтқаны бар. Адамзаттың өмірінен әдебиетті, руханиятты алып тастасаң, сыңғырлаған тиын мен атылған мылтықтың ғана дауыс естіледі. Рас қой. Сөйтіп руханият жоқ болса, әдебиет жоқ болса. Мысалы, әдебиет көркем шығарма оқу не үшін керек деп ойланасыңдар дейді. Мысалы, сіздер күнге таңертең ырғақты гимнастика жасауларыңыз мүмкін да. Бірақ сол ырғақты гимнастиканы не үшін жасайсыз? Әлем чемпионы боламын деп жасайсыз ба? Жоқ, сіз өзіңіздің қалыпты күнделікті физикалық бұлшықетіңізді қалыпты сақтау үшін жасайсыз ба? Мына адамға руханият та сол үшін керек та. Мына рухани денсаулығың дұрыс болу үшін қалыпты бір кітап оқып отыр да. Әдебиет оқып отыр. Мысалы, ақын адам ғашық болса не болады қызға? Өлең жазады. Ол сүйдім дейдім, өлейін десем қолым тимей жүр деп өлең жазады ғой. Дұрыс па? Иә. Мысалы, суретші ғашық болса не қылады бір қызға? Сурет салады. Ол суретін салады. Биші ғашық болса не болады? Ол соған бір би арнайды. Ал енді
юрист ғашық болса не болады? Инженер ғашық болса, бухгалтер ғашық болса. Не істейді ол? Юрист ғашық болса, судья ғашық болса, сенің құрметіңе 10 жыл кестім деп айтпайды ғой. Рас па? Сондықтан ол юрист ғашық болса, бағындегі Абай сияқты, Айберген сияқты адамдардың өлеңінен рухани байлық алып, өзінің сезімін солар арқылы жеткізеді. Дұрыс па? Суретші де, инженер де, жаңағы тау фермасында бір түймешені басып тұрған адамда, мына рухани байлық осы үшін керек екен да. Сондықтан ол Абайдың өлеңіне жатқа біледі рухани байлық. Айбергеновтың, Мұқағалидың өлеңін, жапырақ жүрер жас қайың, жанымды айырбастайын, сен қайың бола бастасаң, мен ағам бола бастайын. Сезім. Қараңызшы. Мемлекеттің партасында бір өлең оқып, мені ақындыққа құштап еткен, бір махаббат тақырыбында өлең. Би болса ойнап гармонда тұрушы едің, жіберуші едің терең ғой, тұрушы ең сонда арманда, арманның сонда менен ғой. Өзіңсіз болмас сезінбай, бірдеңеде шынымдай. Қараңызшы шыннан жақындай алмайтыныңдай, алыстай алмайтыныңдай. Көріңізші, қандай керемет сөзі? Жақындай алмайтыныңдай, алыстай алмайтыныңдай. Міне поэзия бастады. Осындай нәрсені, мысалы, инженер, бухгалтер, осындай өлеңдерді жаттап алып, бағандегі Смағұл Өлібаев ағамыздың бір новелласын сезімді беретін, сондай дүниемен жаңағы сезімді беретін. Сондықтан әдебиет рухани байлық осы үшін. Мына қазіргі дана естірелерде қазақ тілді қазақша құжаттар шығарып кетті, сол енді қазіргі нарықтық заманда деп ойлаймын да, мана маркетингтің заманы, қазір маркетолог, таргетолог, менеджмент деген нәрселер шығып. Ол қазір мысалы Американың өмір салтын қарасаңыз, оларда мысалы класстас деген түсінік жоқ, курстас деген түсінік жоқ дейді. Себебі оларда мысалы кредитті, белгілі бір кредитті меңгерсең, келесі неге өте бересің. Ал енді курстас болса, не болса, ертең сол сыбайлас жемқорлық, басқа нәрсе осындайдан басталады екен. Класстастар қайда деген жол бар ғой. Сондықтан мен ойлаймын, қазір нарықтық қатынас ол туысқанды, қазақтың менталитеті өзімен өзі қалдыратын сияқты, ана менің жиенім, ана менің бөлемем, сол жұмысқа алшы деген нәрсені қазір жүрмейді ғой. Қазір сенің қабілетіңе, жұмыс біліктілігіне қарайды деп ойлаймын. Дәл қазір да. Сондықтан бірақ бағандегі ондай кітаптар да керек шығар. Ол себебі бірақ жаңағы әдебиетке деген мемлекеттің мәдениет туралы заңда бар ғой. Соны өткенде Ақберен деген бауырым орынды көтеріп, осының ішінде әдебиет деген пункт ену керек. Себебі әдебиет ол мемлекеттің саясатын жүргізеді. Мысалы бізде былай да, осыдан біраз бұрын Қабдеш Жұмаділов ағамыздың көзі түрік кезінде біз бір сұхбат алғанбыз қазақ әдебиетінде. Сонда Түркияға барған кезде осындай бір кездесуде түріктің бір оқырманы сұрап, сіз қандай тақырыпта жазасыз? Қабдеш Жұмаділов тарихи тақырыпта жазатын жазушыңыз болса, мен тарихи тақырыпта жазамын десе, түріктің оқырманы түсінбейді дейді. Тарихшы жазбайды. Себебі түріктің оқырманына ол түсініксіз да, Осман империясының 800 жылдық тарихын олардың кәсіби тарихшылар жазып қойғанда, Қадыр Мырза деп айтады ғой біздің тарих, бұл өзі қалың тарих, оқулығы жүпші қадырақтады. Бізге тарихи жадты қалыптастыру үшін бізге ол әдеби формаларды пайдалану керек болды. Есенберлиннің көшпенділері, болмаса Мұхтар Мағауиннің Аласапыраны деген сияқты. Сол арқылы біз тарихи жадымызды қалыптастырдық. Сондықтан әр нәрсенің өзінің оқырманы болады деп ойлаймын. Ондай кітаптар да керек. Бірақ ондай кітаптарға қазір мысалы бұрын бұлай болатын, мені көз тірі кезінде жарықтық, Түркістаннан Рахмақұл Бекібаев, Ақбердемек ағамыз бұндай айтады.
балам дейді, баяғыда қазақ әдебиетіне бір өлеңі шығу үшін дейді, 2 одақтың мүшесінің лицензиясы керек еді ғой. Осы баланың өлеңі, әңгімесі мына газетке жариялануға жатады. Қазір мына әлеуметтік желінің заманында қазір өздерін ақынмын деп жариялай салатын адамдар көп болды. Жариялап жібереді мына керемет қазақ әдебиетінде бұрын соңды болмаған туынды деп жарнамалап қояды да, оқып шықсаң бір ләйлім ләқатым маған деп. Сондықтан ондай дүниелерді де реттейтін бір система керек сияқты да, бізде жалпы кез келген дүниені реттейтін бір жүйе ғой. Сол жүйелерді құртып алған сияқтымыз да, сол жүйелер. Ана бір саяси армандықты білесіздер ме? Биліктің басына Ленин келді да, мемлекетті ақылмен басқару керек екенін. Сталин келді да, мемлекетті қарумен басқаруға болатынын білдірді. Хрущев келді да, мемлекетті кез келген ақымақ басқаратынын дәлелдеп берді. Ал енді биліктің басына Леонид Ильич Брежнев келді да, мемлекетті басқармай-ақ қойса да болатын. Ол не дейді? Себебі ол кезде болды, қалыптасты, жүйе басқарып тұрды да, осындай жүйе келу керек сияқты. Сондықтан бағындегідей жаңағы талғамсыз халықтың жаңағы талғамын құртатын дүниелерді ойлаймын. Соларға сүзгі жасайтын, мысалы біздің өзіміз жазушылар одағына, қазір мысалы оның осындай бастаманында бастады. Мысалы қазір көп деген ән текстері бар ғой, мәтінде. Солар жаңағы телевидениедан, масс-медиадан өтіп жатыр, сөзсіз. Яғни бұл жерде анау хабарды шығарып отырған журналистиканың бір маманы, журналистикадағы жемқорлық анау мәтіннен шығып кеткені ресми арнада. Ол ауылда отырған 6 класстағы бала ойлайды, анандай ұйқасы нашар, кішінай деген әндер бар ғой. Соны айтады, мына өлең нашар болса неге оны шығарады? Яғни осындай өлеңді шығаруға болады екен. Кезінде көтерейік пәні достар деген әнді білесіздер ме? Мол махаббат үшін деген. Сонда мынандай сөз бар, көтерейік бас қосып достар бүгін гүлдердің жапырағындай. Мен соны хабар арнасынан тыңдадым. Ойлаймын, бас қосып достар бүгін гүлдердің жапырағындай. Не бұл? Наркомандардың өлеңі ме? Расында сөз ойлайсыз. Яғни әдебиетте көркемдік кеңесті жоғалтып жібердік та біз. Радиодан өтетін, телевидениедан өтетін. Аса көркемдік кеңеске заңды құзырет беріп қой, мәдениет министрлігінің қанатына. Сол кезде мәтінді кәсіби ақын жазады. Дұрыс па? Мәтінді кәсіби ақын жазады, әйтпесе ол өтпейтін. Бұрын осындай жүйе болды. Мысалы, Шәмші Құлдаяқовтың Ағмағыңдай күн деген әнін, соның сөзін ана Мұзафар Әлімбаевқа жаздырған кезде Мұзафар Әлімбаевтың үйіне Шәмші 26 рет барған екен. Мынаны редакциялау. Бір әннің сөзіне жауап берушілік бар. Ал өткенде мен бір студияда отырсам, сол композитор ағам айтады, мынау бір жылда шығарған әндері 700 варианты бар еді, бір жылда. Бір жылда 365 ән шығарсақ, 2 ән шығарып отырсыз. 435 әніңіз қалайсыз? Десе есіне түсіремеді да. Бірақ неге ол шығара береді? Сіздер қоймейтін жөн жоқ. Ана студиялар көп, біздер Алматыда не көп, запрақ көп, кейін музыка жасайтын студия көп. Оны цензура жасайтын шығын жоқ. Сенің лицензияң қайда, сертификатың қайда? Осындай сен продюсерлікпен, осындай композиторлықпен айналысуға сенің білімің, моральдық құқың бар ма? Сен идеологияға әсер етіп отырсың ғой. Осындай системаларда, осы бізде бұрын бар институттарды қайта қалпына келтіру керек сияқты. Сол кезде біз идеологиялық кеңістігіміз алақұлаудан арылады деп. Астарлығы дауында, байлығы жайлауында
Бұндай шараларды өткізуін емес, баяғыда Моцарттан елінің королі сұрапты, осы сен соғысып көрдің бе дейді ғой. Айналған Европа 100 жылдық соғыстар өткен ғой, сонда концертінің қабымен бір кіргенде корольге. Айналғанның бәрі соғыстып жатқанда концертінің кіргенде корольдің айтқаны ғой, осы сен соғысып көрдің бе десең, Моцарт айтады. Кешіріңіз, сіз концерт көрдіңіз. Рас қой. Негізі мынандай рухани кештерді осындай шараларды өткізуінде өзіндік қиыншылығы бар. Бірі болмай жатады, сондықтан жаңағы осы шараға атсалысып отқан көрермен болып отқан сіздерге үлкен алғысым шексіз. Мен енді расында ақындер тоқтағаннан кейін бір-екі өлең оқып берейін. Қысқа өлеңнен бастайын, жалған куәлік деген. Үйдеймін тұрған тілеумен, сенің күйреуі күл тойы. Көңілім қалса біреуден, сөйлеспей қоям жыл бойы. Бітеді бірде бақыт түн, сезімді мөлдір тоғындап, даусын салып бақыттың шақырар кейде соралдап. Қоямыз білмей күнәғыр, алдаймыз елді аңғал деп. Дос деген жалған куәлік, жасатып алған жанар. Мен Әзірбек Жамбиев деген осы айтыста маған ұстаз болған ағам өтті ауған соғысының ардагері. Өзі небәрі 47-43 жасында бақылды болып кетті. Ауған соғысында жаңағы аман келіп, айтыстың жаңағы көптеген қалың әскерінің келуіне себепші болған тұлға еді. Бірақ сол кісі
дүниеден өткен кезінде сол жаныма қатты батты, сол әсерінен туған бір өлең еді, Құлпытас деп аталады. Әзілге отыратын бұра сөзін, жан еді ол бойға біткен бұла сезім, даусы бар әбен қоңыр Әзімбектің, мен соңғы күндерінің куәсі едім. Қайтеміз тағдыр ісін тергеп текке, өмірден бірінші адам еңбек бітпе, қалды бе құрман әлі ерке досын, ап келді Алматыға емдетпекке. Сұрау өмір, секунд қосып минуттасы, бәрібір ауыр тартар бұйрықтасы. Сазгерде виллаларға еркін кірер, ажалдың болмай шықты визиткасы. Өлді ақын қоғам қалды ары жетім, жасымен жуған сыды бәрі бетін, қазаны жеткізді ел бір-біріне, айтқандай ауа райы мәліметін. Ағартқан жұрт көңілін күмістілі, кеудеде қалды сөніп жүр ұшқыны, егді-әйел еден жуып емханада, тағы бір аяқталды жұмыс күні. Рухыңды есен ұстап ер күзеті, ауғанда соғысудың келдіреді. Айтса жан күлігіп, экранның шулайтын арғы беті бергі беті. Өмір-ай талайларды шалғып жатқан, қайда сол 20 жасы жаңбырлатқан. Жүрсіннің айтыстары өте берер, бірақын келмейді енді жамбыл жақтан. Адам алаңмын, елегзеймін, ұйқым жамау. Келмеске кеттің неге сүйкімдағау, суреті сағындырған сол ақынды, өмірден бір көрсетер секір жоғау. Лирикалық тақырыпқа барайық, қара көзілген өлең, жалпы мынау поэзия махаббатпен басталып, парасатпен аяқталады дейді ғой. Бізді бәрімізді сол ақын қылған да сол нәзік сезім болса керек. Менің өзі эстрада жанрында тұңғыш шығарған әлім көршінің қызы деп аталады. Көршінің қызы деген әнді естіп пе едіңіздер? Тоқтар Серіктің орындауындағы. Сол жаңағы 99 жылы жарық көрген. Мен студент кезімде жазылған ән, қазір ретро әнге айналды ғой. Соның рухымен бір 40-тың үстінде ән жазып тастадым. 2 рет шығармашылық кеш бердім, бірі студенттер сарайында, бірі республика сарайында. Мынау жалғыз ағаш орман емес дейді ғой. Бір әнің орындалғаннан кейін сол орманға жетсін деп біраз тыраштанасың. Шығармашылық деген солай емес. Мына қара көз деген өлең. Айтылмаған сыр жатыр тұнық көзіңде. Жүрегіңді бердің бе жығып сезімге, мен гүл алып баратын туған күндердің. Отырмадың сен неге күліктерінде. Өмір мұңсыз болама іздесе жұбын, өзің жайлы ойғана күнде серігім. Біз танысар едік қой сәуір кешінде, кеттің неге бұрылып бір көше бұрын. Көктемдерде ашқанмен өрттер гүлін, азғана күн жаяды көріп беруін. Тұрушы едім сен түсер аялдамада, болса егер бойымда көріп келдігім. Ей қара көз, жүргенсің қайда жасырын, сезім билеп алды да айран ақылым. Кеш сүйдім ғой, кеш сүйдім деп сен мені кінәламашы. Кеш білдім ғой, жер күнді айналады. Жүрек жанында арман көп. Ақын жүрегі сан жамау, баспаса деймін еш тізем. Тіл бітіп, мылғау, жаңғанау, алғашқы сөзін естісе. Шақырып алдан ерге бақ, шырқайынды, бірге шуақтан зағип қыз көріп кетаған анасын барып қуантсан. Баршаға бақыт тілянап, ақ бетін азға күйеткен мүгедек, өзі жүр алып, қолынан тұрсам сүйетмен. Бәйгенің төзбей тәрбіне сүрініп кетсе тайғобал, жетім көңілдің бәріне ата-ана болса маймалар. Керемет қандай жанарды, суарған сұлу гүлдерге сүйінші сұрар хабарды, сыйдырып айтқан білгенге. Рахмет. Сізге арызыңыз шексіз. Ішіміздің қорытынды сөзі Алматы қаласы, Кене Дәуірі бағытындағы Назарбаев студенттер мектебі
директорының тәрбие жөніндегі орынбасары Лаура Тілеуқызына беріледі. Ержан Нұрбекұлы, келгеніңізге өте ризамыз. Біз мектеп ұжымы үшін және біздің балаларға осындай кездесу біз өткізіп тұрамыз. Бірақ қазір келгенімізге үлкен рахмет айтамыз. Біз айтып бізде мектепте жаңа бізде 100 кітап деген жобамыз бар. Міндетті түрде біз балаларымызды осы әдеби кітаптарды оқытамыз. Біздің осы қазақ тілі мұғалімдері, орыс тілі, ағылшын тілі мұғалімдері соған өздерінің жұмыс жасайды сол ретінде. Бүгінгі кеш біздің балаларға өте маңызды деп ойлаймын. Сіздің айтқан сөздеріңіз, асыл сөздеріңіз балалардың есінде қалады. Сізге енді мектеп атынан сізге шығармашылық табыс тілейміз. Сіздің кітаптарыңыздың елімізде бар, кітапханада тағы да сол кітаптарыңыз шыға берсін. Жаңа айтып кеттіңіз, әкімдігінде біз кітаптар шығар, сонда міндетті түрде біздің кітапханамызға алғызамыз. И біздің мектеп атынан шама біздің сыйлықтарымыз бар шама. Мынау біздің мынандай сувенир дейміз, орысша айтқандай, абайлаңыз. Жаңа балалар көрсеткен шығар, бізде технотория деген бар. Балалар өз қолымен жасайды, біздің балалар тек қана оқу емес, біздің балаларда өздерінің несі технотория өз қолымен жасайтын өздерін көрсетті. Мынау біздің неміздің мектебіміздің өздері шығарған сувенирі, мектепте қалсын сізге. Және кішкене кітапша мектеп туралы мектепке биыл уже 7 жыл болды. Осындай мектепте 22 мектеп бар бүгін Қазақстанда. Бүгінгі күнде осындай шығармашылық кездесу тек қана біз мектепте емес, сол 22 мектептің ішінде болып жатыр. Осындай кездесу жиі болсын деп армандаймыз. Мынау пакеттегі тағы бір сыйлықтарымыз бар. Сол сізге естіп ретінде қалсын. Бүгінгі осылай кешіміз осымен өз мәресіне жетті. Әдебиет қашанда ардың ісі, жүректің сөзі, халықтың келбеті. Елдің ісігін түзейтін ағалар аман болсын. Ағалардың асыл сөзін қадірлеп, өмірлік мұрат етер ұрпақ жалғасын. Аман, сау болыңыздар.